Қазақтар мүлде болмаған видеодағы әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазақ хандығы мүлде болмаған, қазақтардың арғы атасы қытайлар екенін айтқан қарағандылық әйелдің жеке басы анықталды. Әйелге қатысты тіл тигізу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қарағанды облысы полиция департаменті хабарлады. Тексеріс кезінде әйелдің жеке басы анықталды. Бұл факт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 131 бабы тіл тигізу бойынша қарастырылған. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерімен Қарағанды қаласы орталық полиция бөлімінде ақпаратты тіркеу кітабында тіркелді делінген полиция таратқан хабарламада. Материал тиісті шара қабылдау үшін Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық сотына жолданды. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін желіде көшеде кетіп бара жатқандардан қазақ хандығы қашан құрылғандығы туралы сауалға жауап берген әйелдің сөзі қызу талқыға түскен болатын. Егде жастағы әйел қайдағы хандық, тарихта қазақтар болмаған, қазақтар қытайлардан тараған деген болатын.